Былай деп есептейік. Құдай адамды жаратты, бірнеше адамдар бар, жақсы. Бірақ әлі дін жоқ деп есептейік. Дінді ешкім ойлап тапқан жоқ. Христианство, там, анау, иудаизм ештеңе де жоқ, ислам да жоқ. Карманы жаратты, карма ғана болды. Мысалы, мен сенің басыңнан бір соқсам, бір күннен кейін немесе сен, немесе басқа бір адам келіп, менің басымнан бір соғады. Яғни өмір бумеранг деген мәселе сол бар дейік. Бұл жерде кішкене жақсы енді более-менее понятно. Не үшін, мысалы, сол бір өмірді түсіну үшін ойбой там 6666 аятты шығару керек. Одан кейін сол 6666 емес, ол 6000 қазір 201 деген болып кетті ма, сондай бірдеңесі бар. Одан кейін сол аяттарды хадистермен салыстыру керек. Ол хадистердің сахихы бар, сахихы еместігі бар. Одан кейін 4 мазхаб бар, одан кейін 73 тармақ бар. Сол 73 тармақтың тек қана біреу ғана тікелей жәннатқа кіреді, қалғандары тозақ арқылы кіреді деген мәселелер бар дінде, дұрыс па? Діндегілердің барлығы просто андай ғой, адами құндылықтардың барлығын діннің ішіне кіргізіп жібереді да, как будто сол діннен шыққан сияқты. И Құдайға сенбейтін адамдар, как будто бір жауыз, біреуді өлтіретін, боқтайтын, ішетін, зорлайтын бір сондай адам болып көрінесіз. Мысалы, мен күнәні жасамаймын да, мысалы, Құдайға сенбесем де жасамаймын күнәні. Күнә емес, қателік деп айтайыншы, қателік жасамаймын да, потому что совесть бар менде, ол жасамауға, дұрыс па?